Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз тектілікке қатысты, яғни текті әйел. Бір ауылда екі әйел болыпты. Бірі атышулы әйел, біреуі текті әйел деп атайды екен. Енді содан бір адам сұрапты: не үшін бұлардың үйі бар, күйеуі де бар, баласы да бар, бірақ біреу текті әйел, біреуі атышулы әйел деген. Сол кезде бір қария айтыпты: текті әйелдің үйінде дау болмайды депті. Текті әйел ода ренжиді, ода жылайды, ода ашуланады. Бірақ ол ашуын балалардан алмайды, кінәні басқалардаға артпайды, өз реніші арқылы басқаларды жараламайды деген екен. Ал енді тексіз әйелді болса, ол барлық кінәні басқалардан іздейді, басқаларды кінәлайды, өзінің тыныштығын сөзбен қорғайды, өз тағдырын басқалардан көреді деген екен. Содан сол ауылда бір жағдайлар болады, қиын жағдайлар. Адамдардың бәрі осындай дуылдап, өзі сондай бір күйге келеді. Сол кезде текті әйел орнынан тұрып, адамдар арасына келіп, айғайламайды, барлық адамды тыныштыққа шақырады, керісінше тыныштандырады, барлық жұртқа ешкімге ұрыспайды деген сияқты. Міне, сол үшін адамның тектілігі қиындықта білінеді деген. Текті әйел ол мінезсіз әйел емес, ол өзінің орнын тапқан әйел деген. Ал орын тапқан әйел ол айғайламайды, ол басқаларды жемейді, жегдей. Ол жай ғана басқаларға ішкі тірек бола алады деген. Сол үшін тектілік ол мал, мүлік, дүние емес, сенің біліммен мақтану емес, ол ішкі тәрбиең деген екен. Сол үшін тектілік адамның сөзімен емес, ол адамның жүрегімен өлшенеді деп түсіндірген екен. Егерде бұл тақырып сіздерге ұнаса, және айтарым, жүрек беріп достарыңызбен ортақтасуды ешқашан ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.